Мағжан Жұмабаев 1893 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында Сасықкөл жағасында дүниеге келген. Алаш ұйымының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жұлдызы. Мағжан Жұмабаевтың атасы Жұмабай, әкесі Бекен. Мағжан Жұмабаевтың әкесі Бекен саудамен айналысады. Ақынның анасы Гүлсім. Мағжан Жұмабаев 1938 жылы 44 жасында қайтыс болады. Мағжан Жұмабаев, Түркістан. Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістандай жерде туған түріктің Тәңірі берген несібі ғой. Ертеде Түркістанды Тұран дескен. Тұранда ер түрігім туып өскен. Тұранның тағдыры бар тоқымалы, басынан көп тамаша күндер кешкен. Тұранның тарихы бар отты желдей. Заулаған қалың өрттей аспанға өрлей. Тұранның жері менен суда жат, теңіздей терең ауыр ой бергендей. Тұранның екі шексіз шөлі қандай, теңіздей кемер жоқ көлі қандай. Тұранның дария талған өзендері тасса шөлді басқан сел қандай. Тұранның таулары бар аспанға асқан, мәңгіге басын аппақ шаштар басқан. Бауырында ерке бұлақ салады ойнақ, жаралып таудан аққан салқын жастан. Шөлдер бар, желде жүрмес сап-сары құм. Моладай ешбір үн жоқ, мәңгі тып-тын. Болмақ па жан жануар шексіз шөлде, сары құмда салар ойнақ пері мен жын. Тұранның теңіз дерлік көлдері бар, шалқыған екі шетсіз теңіз арал. Бір шетте қасиетті ыстық көлдің, бауырында дүние көрген түрік көкжал. Ертеде оқыс яқсарт, жейхун сейхун. Түріктер бұл екеуін дария дейтін. Келі сол екі су жағасында табасың қасиетті бабам бейт.